Гонконгтағы базардан біз қанша теңгеге продукт алдық, соны қарап есептеп көрейік. Мына жақта 30 жұмыртқа, оны біз 30 гонконгский долларға алдық. Мынау огурцыйды біз 12 долларға алдық. 4 штукқа, помидорға біз 7 доллар төледік. Салат жапырақтары бұл бізде 3 доллар болды. Осы пучок банан, яғни 5 банан бізде 10 доллар шықты. Мангоның 3 штугы бізде 20 доллар болды. Голубиканың осы бір пластик ыдысы 10 доллар болды. 5 штук американский алмаға 32 доллар шықты. Және осы барлық продуктының барлығын біз 160 гонконгский долларға алдық. Қалай ойлайсыздар, Қазақстанмен салыстырғанда қымбат па, әлде Қазақстандағыдай баға ма? Енді біз шоппинг моллдан не алдық? Біз бірінші ет алдық, куриная грудка. Ол бізде 65 доллар тұрады. Мынау йогурт бізде 38 гонконгский доллар. Мынау тунец бізде 13 доллар. Семга бізде 24 доллар. Сардины бізде 18 доллар. Сэндвичқа арналған сырлар 29 доллар. Президенттің 6 мини штук майы 22 доллар. Нан 13,5 доллар. Бұл бізде 45 доллар. Миндальное молоко 40 доллар. Чай бізде 18 доллар. Суда 18 доллар.